Баршаларыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай нәзік, әдемі, ерекше болып шығатын зебра пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар ол 2 жұмыртқа бөлме температурасындағы, 200 грамм қант, 1 шай қасық ас содасы, 250 мл айран, 250 грамм ұн қажет болады. Енді жасау жолына келетін болсақ, ең алдымен айранымызға 1 шай қасық содамызды қосып араластырып қоямыз. Сол кезде айран мен сода екеуі араласып, айранымыз кішкене көтеріледі. Ал енді жұмыртқамыздың үстіне қантымызды қосып миксерлеп аламыз. Міне сіздерде дәл осындай ақшылдау масса пайда болу керек. Енді айранымызды құйып, екеуін бірге араластырып аламыз. Енді дайын болған массамызға електен өткізілген ұнымызды осылай ақырындап араластыра отырып қосамыз. Ұндарыңыз көп болып кетпесін. Бізде қатты қою емес және қатты сұйық емес масса пайда болу керек. Міне мен видеодағыдай жасағандай дәл осылай қасықпен тексеріп отырасыздар. Міне енді менің ұным жеткілікті болды. Осылай қасықпен араластырып болғаннан кейін бір рет миксерлеп алдым. Ішінде ешқандай түйіршіктер болмас үшін және біркелкі масса болу үшін. Міне сіздерде дәл видеодағыдай осындай сұйықтау масса пайда болу керек. Ал енді миксерлеп болғаннан кейін біз осы массаны теңдей етіп бөліп аламыз. Содан соң бір бөлігіне 1 ас қасық какаоны салып, үстіп қасықпен жақсылап араластырып аласыздар. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлығын дайындап біттім. Ал енді формочкамызға осыны құямыз. Кезек-кезекпен 2 ас қасықтан салып отырасыздар. Міне мен видеода көрсеткендей тура дәл осылай жасайсыздар. Ал міне құйып болғаннан кейін осындай таяқшамен өрнегін жасаймыз. Міне пирогымыздың әдемі өрнегі пайда болды бізде зебранык сияқты. Ал енді 160 градуста 40-45 минутқа пісіріп аласыздар. Және піскен-піспегенін біз таяқша арқылы тексереміз. Егер таяқшаның басы құрғақ болса, онда пісті деген сөз.
міне мен зебра пирогым дайын болды. Өте ерекше, дәмді әрі әдемі пирогты менімен бірге дайындаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгүл Сәкенова.